күнәларды жойып жіберетін жақсылық әртүрлі болады. Тілмен жасалған құлшылықтар болады, жүрекпен жасалған құлшылықтар бар, және денемен жасалған құлшылықтар бар. Ал енді жүрекпен жасалған жақсылық күнә істеп болғаннан кейін Алладан кешірім сұрау, сол күнәдан айырылуынан Алладан жәрдем сұрау, кешірімді үміт ету, өкіну, жүрекпен қайғыратын болсақ, шынайы өкінетін болсақ, сол күнәлардың кешіруге себепші болады екен. Ал енді тілмен қалай өкінеміз? Сол күнәні мойындау керек, Алладан кешірім сұрау керек, былай айту керек: Раббым, мен өз-өзіме зұлымдық жасадым, күнә істедім, Аллахым, менің күнәларымды кешіре көр деп Алладан кешірім сұрау керек, Аллаға жалбарыну керек дейді. Ал енді денемен былай дейді ағайындар. Ғұламаларымыз былай дейді: егер де бір күнә істеп болғаннан кейін 8 амал істейтін болса, ізгі амал, онда ол күнә кешірілуге жақын дейді. 4 амал жүректе, 4 амал денемен істелінеді. 4 амал жүректе деген былай: бірінші тәубе ету керек, немесе сол күнәні тастауға ниет қылу керек. Бірінші тәубе. Екінші, сол күнәдан тыйылу. Егер тыя ала алмаса, соны қалау, соны сұрау: Раббым, күнә істерден мен тыйылуға маған өте қиын, маған күш қуат бер, маған тауфиқ бер. Үшінші, Алланың азабынан қорқу. Төртінші, Алланың кешірім, мағфиретін үміт ету дейді ағайындар. Ал енді төртеуі ағзада күнә жасап болғаннан кейін 2 рақат намаз оқу, ол тәубе намаз. Одан кейін Алладан кешірім сұрау. Мүмкіндік болса 70 рет истиғфар сұрау дейді Алладан. Кешірім сұрау. Субханаллахил азим ва бихамдихи деп айту, 100 рет айту мүмкіндік болса. Яғни истиғфар айту. Бұл екінші. Үшінші, садақа беру. Төртінші, нәфіл оразаны көбейту дейді. Яғни 4 амал жүректе, ол тәубеге ниет қылу, тәубе ету, және күнәлардан тыйылудан Алладан жәрдем сұрау, соны қалау, шынайы қалау, Алланың азабынан қорқу, кешірімді, мағфиретті үміт ету. Төртеуі ағзада. Намаз оқу, намаздан кейін Алладан кешірім сұрау, истиғфар айту, одан кейін садақа беру, одан кейін нәфіл ораза тұту. Яғни бауырлар, бір күнә істеп болғаннан кейін имам Ғазали рахималла 3 нәрсе керек дейді. Жүрекпен қайғыру бірінші, шынайы өкіну, тілмен Алладан кешірім сұрау, одан кейін денемен. Түсінікті ме? Денемен дегенде осы не? 4-еуі жүректе, 4-еуі денемен. Кім осылай жасаса, күнәсі иншалла кешіріледі дейді. Бұған дәлелдер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистер бар. Кім жақсылап тұрып дәрет алатын болса, кейін 2 рақат тәубе намаз оқитын болса, Алла Тағала оның күнәсін кешіреді дейді. Истиғфар, тәубе, күнәдан тыйылу, Алланың азабынан қорқу, оның бәрі ішінде бар да ағайынды, айтпасақ та.